Саламатсыздар ма? Біз бүгін алгебралық бөлшектің негізгі қасиетіне тоқталамыз. Ол біздің оқулығымыздың 220 бетінде тұрған тақырып. Сонымен қандай қасиеті бар? Ол А мен Б нөлге тең болмайтын және С да нөлге тең болмаған жағдайда бізге мынандай тепе-теңдік. Жай бөлшек өрнектің бөлімі мен алымына да бірдей нөлге тең болмайтын с-ны көбейткенмен жаңағы алгебралық бөлшегіміздің мағынасы, мәні өзгермейді деген тепе-теңдік аламыз. Яғни алымына да бөліміне де нөлге тең болмайтын өрнекті көбейте береміз. Бұл біздің алгебралық өрнектің негізгі қасиеті. Енді осы қасиетті білгеннен кейін ары қарай біз есептер шығара аламыз. Сонымен бірінші есепті қарастырайық. Бірінші есеп бөлшек өрнек берілген. Біз оны қысқарту керекпіз. 12 а y-тің кубы астында минус 8 а квадрат y. Осыны бізге қысқарт дейді. Қысқарту үшін қысқарт деген сөз алым мен бөліміне егерде бірдемені көбейте алады екенсің, оны қысқарта да аласың деген сөз ғой. Соған келіп тұр. Сонымен ары қарай кеттік. Алдымен сандарға қараймыз. Алым мен бөлімдегі ортақ көбейткіш бар ма оларды? Одан кейін әріптерге қараймыз. Сонымен екеуінде де 12 мен 8-де 4 бар екен. Яғни 4а y-ге көбейтеміз 3y квадратты. Бір y бұлай кетіп қалды ғой. Ал астындағы минусы тұра берсін. 4а y көбейту 8-дің орнында 2 қалды, адан біреу қалды. 2а деп көбейту түрінде жазып алдым. Содан кейін асты мен үстіндегі бірдей өрнектер қысқарып кетеді. Қысқарып тастаймыз. Қысқарып тастасақ, қалады бізде минус 2адан 3y квадрат деп алғашқы берілген бөлшекті қысқарту арқылы ықшамдап аламыз. Бұл бірінші есеп. Екінші есеп. 4а азайту бұның квадратына бөліп тастаймыз. Осыны 2b азайту 2а. Осы есепті ықшамдау үшін не істейміз? Онда ары қарай жалғастырайық. Алдымен алымына қарамай бөлімінен ұқсас көбейткішті көріп тұрмыз. Екеуінде де 2 бар. Соны сыртқа шығарып алайық. 2-ні сыртқа шығарсақ, b азайту а қалады. b азайту а. Ал үстінде 4 сан тұра берсін. Ал а азайту b. Астындағы b азайту а мен ұқсайды, тек орындар ауысып тұр. А азайту b-ның квадратын қалдырайық. Ары қарай сандарды қысқартуға болады. Осы жерде 4 пен 2 қысқарып, орында 1, мұнда 2 қалады. Сонымен жай бөлшек бөлімінде тек b азайту а. Мынаған келтіру үшін мен орнына ауыстырып алам. Онда 1 минус алдына шығып кетеді. А минус b болады. Үстінде 2а минус b-ның квадраты. Квадрат деген сөз осындайдан екеу тұр деген сөз. Сонымен қысқартамыз. Екеудің біреуі кетеді. Және мынау бөлімдегісі толығымен кетеді. Тек минус таңбағана қалды. Сонымен бұл есеп ең соңында мынандай ықшам түрге айналар екен. 2а азайту b. Енді осы тақырыпқа мынандай екі есеп қарастырайық. Шарты бірдей. Бөлшек берілген. Осы алгебралық бөлшектің бөлімін 12x кубқа келтір дейді. Онда бізде бөлімінде 6y тұр. Бірден есепті шешуге кірісейік. 6y-ден 5x деген есебімізді келтіреміз. Онда алымына да бөліміне де не жетпей тұр, соны көбейтіп береміз. 6y-ге көбейтеміз біз 2y-тің квадратын. Егерде ол бөліміне көбейтсек, жаңағы алгебралық бөлшектің қасиеті бойынша оны алымына да көбейтеміз. 5x
көбейту 2 y-тің квадраты. Сонымен бөлімі 12 болады. Y-тің дәрежелері қосылады. Сонда y-тің кубы болады. Үстінде сандар көбейтіледі. 10 x y-тің квадраты. Сонымен есептің шартында сұрағандай бөлімін біз 12 y-тің кубіне келтірдік осы өрнектің. Дәл сол шартпен келесі есепті істеп көрейік. P қосу 2 минус 4P тең. Осы есепті істемес бұрын мынау бөліміне келтіретін маған қараймыз. Бұл бізде қысқаша көбейту амалының көбейту формуласының біріншісіне келіп тұр. Не болады? 2 азайту P, 2 қосу P-ға ашып алуымызға болады. Сонымен бізде не бар? 2 қосу P, міне P қосу 2 болып тұр. Екеуінің орны ауысқанмен қосуда қосылғыштардың орны ауысса ештеңе етпейді. Орындар ауыстырмайды қасиет бойынша. Сонымен бізге жетпей тұр 2 азайту P. Онда осыны алынына да бөліміне де көбейтіп беретін боламыз. Сонымен P қосу 2 өзінде бар. Соған көбейтем 2 азайту P-ны. Ал үстінде минус 4P көбейту 2 азайту P. Тең. Осы жерде 2 мен P-ның орнын ауыстыруға болады. 2 мен P-ның орнын ауыстырып қойайын. Сонымен асты қысқаша көбейту формуласы бойынша жинап аламыз. 2-ның квадраты бізде 4 азайту P-ның квадраты болады. Ал үстін көбейту амалымен жеке-жеке ашып көбейтсек те болады, немесе сол күйінде қалдыруымызға да болады. Көбейтіп көрейік. Минус 8P қосу 4P квадрат. Осылайда қалдыра болады. Немесе осы түрінде қалдыра салуымызға да болады.